Сәлем қыздар, бүгін осындай трендтегі шапанды тігетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, қуана жауап беретін боламын. Ең алдымен шапанымызды пішіп алатын боламыз. Ол үшін мен өзімнің сызып алған базалық выкройкамды қолдандым. Лекаланың сызылу жолы менің каналымда бар. Жоғарыдағы сілтемеден өте отырып қарап алсаңыздар болады. Алдымен мінекей матаның бағытын қарап аламыз. Велюр матасы болғандықтан түгін жоғары қаратып аламыз. Мен ұзартып, созып, тағы 5 см қосып, тағы да 5 см қосып алдым. Және түймелікке деп алдынан 3 см, тігіске 1 см, яғни 4 см ұзартып алдым. Алдыңғы бойдан мінекей астарлық матадан да, негізгі матадан да пішіп алдым. Міне қарап отырсаңыз, мынау бөлік жаңағы түймелікке деп алынған, артық 4 см. Сол жерді астарлыққа жалғап негізгі матадан тігетін боламыз. Алдымен синтефонға осылай ине қадап, негізгі матамен түйрелеп алғаннан кейін айналдырып, сыртынан 0,5, 0,2 өзіңізге қалай ыңғайлы, солай 1 сантиметрге жеткізбей тігіп шығатын боламыз. Толықтай айналдырып, синтефонымызды матамызға бекітіп, осылайша сыртынан тігіп шығамыз. Алдыңғы бойға да, артқы бойға да, жеңге де дәл осылайша синтефонды салып, жылылап тігетін боламыз. Мінекей осылайша мұқият барлық жағын біркелкі тігіп аламыз. Содан кейін артық синтефондардың барлығын, шығып тұрғанның барлығын осылайша қайшымен кесіп тастайтын боламыз. Содан кейін сырып тігу үшін осындай сызықтар жүргізіп аламыз. Мен сызықтарымның арасы 3 см. Осылай бормен белгілеп сызып алдым. Барлық жерінен осылайша сызып шығамыз. Алдыңғы бойдан да, артқы бойдан да, жеңнен де барлығынан дәл осылай сызып шыққаннан кейін ортадағы сызықтан бастап екі жаққа қарай машинкада сырып тігіп алатын боламыз. Мінекей дәл осылай сызып алған сызықтың бойымен барлығын сырып тігеміз. Жеңді де, алдыңғы, артқы және барлығында дәл өстіп сырып тігіп аламыз. Мінекей дайын болды бізде. Енді алдыңғы бойдың оң бетіне артқы бойдың оң бетін беттестіре отырып, иық тігістерін және жан тігістерін қосып тігіп шығатын боламыз. Дәл сол сияқты астарлық матаны да оң бетіне қарата отырып, алдыңғы бойды артқы бойға тігіп шығамыз. Содан кейін міне жеңді өлшеп аламыз. Дәл жеңге сәйкес етіп, осылайша синтефонмен сырып, жеңнің аузын тігіп алатын боламыз. Алдыңғы артқы бойларда көрсетілгендей синтефонмен бекітіп сырып тігіп алдық. Мінекей жеңнің аузы біреуі міне дайын болды, екіншісінде дәл осылайша синтефондап, сырып, тігіп, дайындап қоямыз.
биіктігін 12 сантиметр етіп алдым. Тігіске берілетін 1 сантиметр, сонда қайырғанда 5 сантиметр болады. Жеңнің оң бетіне қарата отырып, өз-өзіне тігіп аламыз. Астарлық матаны да, негізгі матадан да дәл осылайша тігіп аламыз. Және де негізгі матаның оң бетіне жаңағы жеңнің аузына тігіп алған бөлігімізді жалғаймыз. Оның үстінен теріс қаратылған астарлық матаны қоямыз. Немесе астарлық матаны оң бетіне жеңнің аузын, осы бөлігін, ауызғы бөлігін және де үстінен теріс қаратып, негізгі матаны қойып алсаңыз да болады. Осылайша жеңді бір-біріне айналдырып, тігіп бекітіп аламыз. Мінекей дәл осылай бекітіп алып, тігісеніне 1 сантиметрден бере отырып жеңді тігіп алдық, жеңнің аузын, және де оны негізгі матаға орнататын боламыз. Мінекей жеңнің жоғарғы жағына, төменгі жағын қолтық астына, яғни негізгі матаны көріп тұрғандарыңыздай тігіп алдық. Астарлық матаны бос қалдырамыз. Мінекей негізгі матаны бір жағын тігіп қойдық. Міне жеңіміз астарлық матаның оң беті шығып тұр. Дәл жаңағы мен айтқандай етіп жасасаңыз, дәл осындай нәтижеге жетесіз. Содан кейін енді екінші жақ жеңінде дәл солай негізгі матаны жеңді негізгі матаға жалғап тігетін боламыз. Мінекей астарлық матаны сыртқа шығарып қойдық уақытша. Дәл осылайша жеңді орнатып тігіп шығатын боламыз, айналдырып. Мінекей тігіп алдық. Екі жақ жеңінде орнына қондырып болдық. Енді астарлық матаға қосып тігетін боламыз. Астарлық матаның да жан тігістерін қосып алған болатынбыз, иық тігістермен қосып. Енді қарап отырсаңыз, бір жақ жан тігісі толықтай тігілсе, екінші жағынан біраз жерін тікпей бос қалдырдық. Бұл бізге шапанымызды оң бетіне аударуға қажет болады. Сол үшін біз ол бір жақ бетінің жан тігісін қоспадық. Яғни енді астарлық матаның жеңнің оң бетін астарлық матаның оң бетіне қарата отырып, осылайша жақсылап бекітіп аламыз. Және де айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Екі жақ жеңінде тігіп шықтық. Мына жер бізде аударуға қалдырған жаңағы тікпей кеткен бөлігіміз. Енді мойын ойынысын өлшеп аламыз. 4 сантиметрді түймелікке қалдырған және тігіске қалдырған 4 сантиметрді жеке өлшеп белгілеп қоямыз. Мінекей өлшеп алдық, сол жерді белгілеп қойдық. Енді осы аралыққа дейінгі мойын ойынысын өлшеп алатын боламыз. Дәл осылайша өлшеп алдық. Мінекей менде 14 сантиметр болды жарты өлшемі. Енді осы жерге мойнына биіктігі 7 сантиметр етіп алдым. Бүктеген кезде 3,5, тігіске 1 сантиметр кеткенде 2,5 сантиметрден шығатындай етіп, сіз одан көбірек 3-4 сантиметр ала берсеңіз болады. Мінекей сырып, астына жұқалап синтефон салып, тігіп шықтым. Енді
Осылайша доғалдап мойынға жасайтын боламыз. Екі бүктеп оң бетіне қаратып алдық. Енді мойынға осы тігіп алған бөлігімізді жалғап қосатын боламыз. 4 сантиметрімізді қалдырған белгілеп аламыз. Осы аралыққа дейін қоятын боламыз жаңағы мойынымызды. Ол үшін мойынның ортасын тауып аламыз, артқы бойдағы. Содан кейін бір-біріне жалғап осылайша инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін тігіс енінен 1 сантиметрден бере отырып тігіп шығатын боламын. Мінекей тігіп алдық. Енді шапанымыздың оң бетіне, негіз матаның оң бетіне, астарлық матаның оң бетін осылайша келтіре отырып, мойынды бір-біріне инемен түйрелеп, жоғарғы жаға жағын бір-біріне түйрелеп, содан кейін тігіп шығатын боламыз. Тігісті тігіске дәлме-дәл келтіре отырып, тігісті екі жаққа ашып, дәл осылай түйрелеп шығамыз. Және тігіп аламыз. Міне оң бетіне аударып қарадық. Барлығы жақсы орналасқан. Енді қалған жан тігістерінің барлығын, етегін барлығын бір-біріне қосып, дәл осылай инемен түйрелеп, айналдырып тігіп шығатын боламыз. Мінекей жан тігістерін бір-біріне дәлме-дәл келтіріп, осы тігістердің бір-біріне дәлме-дәл келуін мұқият қадағалаңыз. Дәл осылай инемен түйрелеп аламыз да тігіп шығатын боламыз. Мінекей барлығын тігіп алғаннан кейін осылайша бұрыштардың ұшын қиып тастаймыз және барлық тігістерді жіңішке етіп қиып алып тастайтын боламыз. Содан кейін жаңағы қалдырған тікпей кеткен жерден шапанымызды оң қаратып айналдырып аламыз. Бұрыштардың ұшын қиып тастаймыз, себебі сол кезде бұрыштар жақсы шығатын болады. Оң бетіне аударған кезде бұрышы жақсы шығатын болады. Мінекей дәл осылайша тартып отырып, оң бетіне аударып шығамыз. Ішінде иненің қалып қоймауына мән беріңіздер. Мінекей дәл осылайша оң бетін қаратып, аударып алдық. Осымен шапанымыз дайын болды. Тек жаңағы қалдырған оң бетіне аударған жерді қолмен болсын, я болмаса машинканың көмегімен болсын, потайной стежоктармен тігіп жіберсеңіздер болады. Және де 0,1 тігіспен айналдырып, етегін барлығын тігіп шықсаңыз да болады. Мен үтікпен бастым, ондай 0,1 тігіс жасаған жоқпын. Және де енді әдемі болып тұру үшін мен бұл жерге ою жапсыратын боламын.
және де түймеліктің орнына мен пришивные кнопки тігетін боламын. Осымен шапанымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.